Бүгін Абай күні. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының шығармаларын төтеншелік әріптестерім қаншалықты біледі? Бірге тексеріп көрейік. Ғылым таппай мақтанба, Орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашып бол, бес нәрседен асып бол, адам болам десеңіз. желсіз түнде жарығай, Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп. әсемпаз болма әрнеге. Өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тап та бар. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой сырмен сұхбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды қылса сұхбат. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды. Соқыр мылқау танымас тірі жанды. Бұл үсті басы ақ қара түсі суық, басқа жері сықырлап келіп болды. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткесін түспеді уысыма, қолымды мезгілімнен кешірмедім. Ол махрам қалмағыма кім жазалы. Қолымды дөп сүрмесем өтірмедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы өсіруді жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзіме де басқаша ұлт төскерледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенде теріс көрмедім.